Барлықтарыңызға сәлем жандарым, қаларыңыз қалай? Менің түріме мән бермеңіздер, таң атпастан осылай бетім үсіп кеткен әдеттегідей. Жаңа отырып, сіздерге жаңа влог түсіргім келіп кеткен болатын аяқ астынан, сол себептен біз бастаймыз. Мына жақтағы күн маған қатты ұнап тұр. Ладно, кеттік. Бүгін дүйсенбі, және де қазір сағат 9:30 сондай болып жатыр. Менде қазір қоңырау. Бізде бүгін дүйсенбі болғасын сабақтар әрине де. Бірінші сабақ алгебра болды, сосын әдебиет. Енді қазір қоңырауда сіздерге влог түсіріп бастап жатырмын. Бүгін негізі сол жеңіл сабақтар болады. Сондықтан да мен бүгінге бір съемка дайындап қойған болатынмын. Бірақ не чехолыма қараңыздар, просто білмеймін, айта алмаймын. I'm a cute beauty деп жазылып тұр. Осы кеше сатып алғам. Күшті, білмеймін, өзіме қатты ұнап бара тұр мына чехолым деген. Сіздер де білу керексіздер ғой. Сол қазір сабақты істеп, бірақ ең бірінші үйді жинап алуым керек. Кішкене сосын барып сабақтың тапсырмаларын істеп, сосын прокат платьевқа бару керекпін, потому что съемкамызға маған көйлек алу керек, вечерний платье. Сол үшін жердің басқа жағына, қаланың басқа жағына баратын болады. Бірақ мен бірінші қазір мына патчады істеп алғым келіпті. Бүгін жалпы қандай съемка болады деген ой болып жатқан шығар. Мен өзім ұйымдастырғам. Ойбай, басым! Ай. Бүгінгі съемка сол жалпы. Мен инстаграмыма бір видео түсіргім келген, образ ауыстыратын, так, бүйтіп алайықшы. Вот, сол менің сүйікті визажистіммен бүгін күшті видео жасайтын боламыз. Пока что ештеңе айтып, көрсетпей қояйын, спойлер қылып. Бірақ күшті видео шығу керек біздің съемкамыздан, себебі мен барынша тырысып жатырмын. Инстаграмда күшті контент жасауға. Енді қазір бір стақан су ішіп, үйде жинайтын боламын. Фильтра су құйып қою керек екен. Так, вот суын ішем. Айтпақшы, қазір мынадай витаминдерді қабылдап жүрмін. Осы уақытқа дейін кетіс дегенді қабылдаған, балаларға арналғанды. Қазір мынаумен мына алоэ вера гельді ішіп жүрмін. Бұлар ағзаны тазартуға арналған. Мынаны осындай ыдысқа, рюмкаға құйып, осындай мөлшерде ішеді. Тамақтанардың алдында дәмі деген енді ужасный, айтпай қояйын, бірақ өте жаман-ақ. Және де мынадай витамин. Бұл тамақ ішерде тұрсындай. Күнне 3 реттен ғой, егерде қателеспесем сол. Айтпақшы, біздің үйдің әрбір бұрышынан неше түрлі кремдер тауып алуға болады. Барлық жерде кремдер жүреді. Мынау енді менікі емес, мына екеуі. Мынау ортақ қолға арналған крем. Мынау коллаген көздің астына. Мен кеше осындай женттерге заказға бергем. Мынау сыртында шоколадымен жент. Бүйтіп қап-қапты. Мынаның жартысын мен жеп тастадым. Маған енді қатты ұнайды осы женттер. Сосын осындай құрттар, бірақ мынау ондай ащы құрт. Сосын бүгін енді визажистке баратындықтан, бірге образ жасайтындықтан Нұрзатқа визажистке осылай салып алдым. Кеше намектап жатыр еді, құрт жемегелі көп болды деп. Соны дайындап қойдық. Енді құрт пен жентті ұнататындар көп шығар, е. Сосын сағат деген уже 10 ба сондай қойып, мен әлі жүрмін пижамаммен. Киімімді ауыстырып алам. Та-да! Күн деген енді күшті. Отырға сторис түсірмесем инстаграмға көзімді аша алмай жатырмаш. Бүгін прокат платьевқа бара жатқан кезде жеңімпазын бір сыйлығын беріп жіберу керек. Міне мына блогер боксты жеңіп алған. Мен кеше өзімнің инстаграмда мини конкурс жасағам. Соны осы сыйлықты Ақтөбеден бір қыз жеңіп алыпты. Блогер боксты сонымен кездесіп, соған жеке табыстайтын боламын. Ал қалғандарын почтамен жіберетін шығар. Аружан егерде үлгерсе, үлгермесе, онда өзім ертең жіберетін боламын. Жалпы осылай инстаграмда жиі қуанып отырамын мен подписчиктерімді. Сондықтан енді білесіздер, не істеу керек екен. Мен келдім. Және де ең бірінші қазір кешегі біздің блогер боксты жеңіп алған жеңімпазына міне Жаннұрға сыйлығын табыстайтын боламын. Құттықтаймын. Сыйлықты жеңімпазына бердім. Өзім жеңгенде қуанып тұрмын. Жалпы мен ұнатам біреулерге сыйлық бергенді адамдарға. Сол енді қазір прокат платьевқа баратын боламын. Көйлегімді алам, ал одан кейін визажистке. Мен келдім. Нұрзат, привет. Привет. Біз қазір бірінші прическа жасайтын боламыз. Қандай прическа жасаймыз? Голливудская.
Вот так вот. Сіздерге процессті көрсететін боламын. Или қалай басқа? Екі жаққа. Мен білмеймін қалай тұратын. Жоқ, ана голливудский былай тұрады. Аха. Мына жерінен былай болып тұрады, мына жер кішкене жабыстырады. Жанында андай заколкалар тұратын не ғой негізінде. Бірақ коронамен қалай кеткен? My voice in your heart, танцы белым со мной летай. Вся любовь in your eyes, забывай все мои memories. And my voice in your heart. Чуска бітіп қалды уже. Көйлекті кие алдым. Енді макияж қалды. Мынадай диадеманы алып алдық. Принцессаның образын жасаймыз. Факел зажег я во тьме. Babe, не устану искать тебя. Я уже знаю, что ты будешь сиять ярче звезд. Телефон зарядкасы бітіп қалды. Зарядкада сондықтан мен нұрзаттықпен түсіріп жатырмын. Бізге қазір макияж жасайтын болады. Осы көйлекке фиолетовый, сондай фиолетовый макияж жасайтын боламыз. Қазір көрсейін. Мінекей мынау визажистің осындай жұмыс орны. Қырғын косметика. Да-да. Маған көйлегім кішкене үлкен. Сосын отырмын сөйтіп. Бүйтіп. Someone that's afraid to let go. You say if you're ever gonna let me know. So say if you're ever. Қараңыздар міне. Осындай образ шыққан болатын. Принцессаның макияжы осындай. Күшті маған ұнап тұр. Саған қалай? Міндетті түрде осы образбен мен инстаграмда видео шығатын болады. Сондықтан күтіңіздер. Осымен болды. Бүгінгі образға баға беріп жіберіңіздер. Түсіретін тик-токтарды, видеоларды бәрін түсіріп болдық. Рахмет Нұрзатқа. Осындай күшті образ жасаған болатынбыз көйлекпен. Рахмет, шыдамдылығына. Біз деген 3-4 сағаттай оттық осы образды дайындау үшін. Бірақ менің ойымша күшті образ шықты. Сол себептен міндетті түрде мен инстаграмға тіркеліп, сол жақта осы образбен видеоны бағалап кетіңіздер. Мына көйлекті қарасаңыздар енді. Маған сәл үлкендеу болып тұрады. Қандай әдемі көйлек. Прям ғашық болып тұр мына көйлекке. Күшті. Мен тамақтанып алдым. Видеоны да монтаждап қойдым, айтпақшы инстаграмға салатын. Енді қазір мына макияждың барлығын өшіретін боламын. Бірінші көзден бастаймын. Сосын астыда уход жасап, дұрыстап тұрып бетіме күтім жасайтын боламын. Бетіме шербет жағып алдым, енді кетіретін боламын.